соғысқа барған күні дейді көрдім дейді қолымызға қару беріп немістер ұстап әкеліп көзімізге көрсетіп жатыр дейді. Былай бір қарасам өзіміздей өрімдей жігіттер екен дейді 17-18-20 маңайындағы жігіттер немістен ұстап әкеліп жауды ұстап әкеліп жатқан. Бізде кілең 17-18 кілең сондай жігіттеріміз. Сосын өзім ойладым дейді бұл кәрман дейді қазақ герман деген кәрман. Атамды өлтірген жоқ, әкемді өлтірген жоқ, біздің жерге шапқан жоқ, ата дұшпаным емес. Өзімдей жігіттер екен, өзім қатарлы екен. Бұлардың да әкесі бар, күткені бар. Деп өзім ішінен түйдім дейді, бұларға оқ аспайды. Сөйтіп, Құдайға серт бердім дейді. Алла, ертең қолға қаруды ұстағанды саған серт беріп, бір неміске мен атпаймын, далаға атамын. Бірақ сен де маған серт бер, мен елге қайтады. Мен де уәде беремін, ешкімді атпаймын. Сонымен шығамыз дейді күніге. Бұл кісі аспанға атып кете берген. Сөйтіп жүргенде 6 айдан кейін өзімен келген қатар келген жігіттер орден ала бастады, медаль ала бастады, грамота, 5 неміс өлтірген, 3 неміс өлтірген, анша неміс өлтірген, мұнша неміс өлтірген, газетке шықты дейді аттар. Ішіндегі шайтан күтті. Ертең елге барғанда не деп айтам? Қой, менде бір-екі неміс өлтірген. Соғысқа барып неміс өлтірдің ба, сен не деймін үйге барып? Ертеге барсам, мен де бір медаль алайын. Артығырақ істесем, орден алайын. Елдің алдына атын шықсын деп бұзылдым. Ертеңнен бастайын деп ала көрінен шықты дейді, таңертең қолға винтовканы алып. Окоптан шыққан бетім сол өтіп қанған оқ жоқ дейді. Қанған оқ келіп тигенде. Содан құлады дейді, есім дейін сам госпитальда жатыр екен дейді. Содан қайтадан жалбарым дейді, Алла, сол уәде баяғы уәде. Бұзылмай-ақ қойсыншы деп бұзылмай-ақ қойсын. Мен де пейілімді бұзбай-ақ қойайын, жаздым, жаңылдым. Пейілімді бір бұзып едім, сен де дереу жазасын бердің. Содан пейілді түзетіп алып, елге аман-есен келіп, сендерге әңгіме айтып отырмын деп отырып. Сөйтіп жаңағы жігіттерге айтатын жігіттер ең бастысы пейілді бұзбаңдар дейді. Пейілді бұзсаңдар, Алла да жазасын табанасында береді. Сондықтан пейілдерің жақсы болсын жігіттер. Әмин. Пейілдеріңіз бұзбаңыздар. Біздің қазақтың өзіміздің елдің ішіндегі әдемі әңгімелердің біреуі ғой. Сондықтан пейілді келіп. Алла разы болсын.